Номері бірінші Алматы Қазақ мемлекеттік гуманитарлық педагогтік колледжінің алғашқы әскери және технологиялық дайындық пәнінің оқытушысы Есіркеев Марат Өмірханұлы. Бүгінгі сабақтың тақырыбы тактикалық дайындық. Штаттық қару-жарақ пен ұрыс техникасының сипаттамасы. Взвод. Взводтың басшы, взвод командирі, бір офицер. Взводтың штаттық құрамы 3 бөлімшеден құралады. Бірінші, екінші бөлімше, үшінші бөлімше. Әр бөлімшеде, яғни бірінші бөлімшеде мынадай құрамдар жасақталады. Бірінші, бөлімше командирі, бір сержант. Екінші, көздеуші оператор, бір сержант. Үшінші, жүргізуші механик, бір жауынгер. Төртінші, граната атқыш, бір жауынгер. Бесінші, граната атқыш көмекшісі, бір жауынгер. Алтыншы, пулеметші, бір жауынгер. Жетінші, ақ атқыш, бір жауынгер. Сегізінші, атқыш, бір жауынгер. Тоғызыншы, мерген, бір жауынгер. Яғни бұл бір бөлімшенің штаттық құрамы. Екінші бөлімшеде де және үшінші бөлімшеде де штаттық құрамдары осылай жасақталады. Әр бөлімшеде жауынгердің ұрыс машинасы, бір ұрыс машинасы болады. Екінші, үшінші бөлімшеде де бір жауынгердің ұрыс машинасы болады. Бұл жауынгердің ұрыс машинасы сарбаздарды түрлі кедергілерден алыс қашықтыққа тез жеткізу үшін ұрыс машинасы қажет. Бір взводта штаттық құрамы, яғни 25 сарбаздан құралады. Бірінші, взвод командирі, бір жауынгер. Екінші, бөлімше командирі, 3 жауынгер. Үшінші, көздеуші оператор, 3 жауынгер. Төртінші, жүргізуші механик, 3 жауынгер. Бесінші, граната атқыш, 3 жауынгер. Алтыншы, граната атқыш көмекшісі, 3 жауынгер. Жетінші, атқыш, 3 жауынгер. Сегізінші, ақ атқыш, 3 жауынгер. Тоғызыншы, мерген, 3 жауынгер. Яғни бір взводтың құрамы 25 сарбаздан құралады. Яғни 25 сарбазда, яғни бір взводта 25 сарбаз құрамында болса, бір взвод